Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында әлем елдеріндегі бала тәрбиесі жөнінде пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы алтын ұясы. Баланың тәрбиелі болып өсуіне отбасы мен өскен ортасының тигізетін әсері мол. Бала тәрбиесі ұлт таңдамайды. Тәрбие барлық ұлтқа қызмет етеді. Алайда әр елдің балаларының бала тәрбиелеу ісі бір-біріне ұқсай бермейді. Әр ұлттың тәрбие беруі әрқилы болса да, бала атаулыға бірдей нәрселер қажет. Олар туған отбасы, ұядай жылы үй, ата-анасының қамқорлығы мен сүйіспеншілігі. Жапониядағы бала тәрбиесі. Жапондар бала тәрбиесіне баса мән беретін ұлттың бірі. Олар балаңды 5 жасқа дейін патшаңдай күт, 15 жасқа дейін құлыңдай жұмса, ал 15-тен кейін досыңдай сырлас деген тәрбие негізін берік ұстанады. Жапондар бала тәрбиелеуде ұл қыз деп бөлмейді. Екеуін де қазақ халқы сияқты еркелетіп өсіреді. Күншығыс елі мен қазақ халқының ұлттық тәрбиесіндегі бір ұқсастық, ер баланы ел қорғаны, қыз баланы келешек отбасы ұйытқысы болуға баулу. Қатаң қағидалар негізінде өскен жапон баласы 15 жастан кейін тәртіпті, оң солын таныған, жақсы мен жаманды айырылатын толық қанды азамат саналады. Патша болып еркін өскен бала 5-6 жасынан бастап тастай темір тәртіпке бағынатын қиын күндерге тап болады. Егер бұл тәртіпке бағынбаса, қатаң жазаланады. Жапон баласы үшін ең үлкен жаза жалғыз қалу. Отбасы мүшелерінен бөлек бөлмеде жалғыз отырудан асқан азап болмайтынын сәби күнінен санасына сіңірген бала сол жазаға ұшырап қалмауға күш салады. Көпшіліктен қоғамнан тыс өмір сүру түсінігі жапондардың ортасында кешірілмес күнәмен тең. Кәрістердің бала тәрбиесі. Кәрістер балалардың өмірінің басталуын, оның 1 жасқа толу жасын есептейді. Осы кезден бастап қана бала толыққанды адам болып есептеледі. Балалардың әр қайсының 1 жасқа толуын міндетті түрде атап өту керек. Егер атап өтілмесе, онда ер жеткенде баланың үйлену тойын, мерей тойын және тағы да басқа тойларын атап өтуге болмайды. Сондықтан да ата-аналар балаларының 1 жасын ерекше атап өтуге тырысады. Кәрістер үшін бала тәрбиесі сөз бен істегі адалдық, мақсатқа жетудегі табандылық пен төзімділікке баулу. ақш-тағы бала тәрбиесіне тоқталатын болсақ, ақш-та бала тәрбиесі әр бала өз бетінше өмір сүріп, үйрене алу керек деген ұстанымға негізделген. Көбіне ата-аналар балаларының талап тілегін бірінші орынға қояды, жылдам орындауға тырысады. Ал бұзықтық жасаған балаларын 2 түрлі тәсіл арқылы жазалайды. Біріншісі, ойыншықтарын алып қойып, теледидар көруден шектеу. Екіншісі, орындыққа отырып, өзінің қате жасаған іс-әрекеті жайында ойлану. Отбасында баланы ұру қатаң түрде заңмен қудаланады. Қытайдағы бала тәрбиесі. Қытайлықтар балаларын кішкентайынан төзімді, сабырлы және қанағатшыл болуға тәрбиелейді. Аспан асты елінде тәрбиенің дәстүрлі стильдері европалық тәрбиеден мүлде өзгеше. Бала тәрбиесі мемлекеттік маңызы бар шаруа саналады. Қытайлықтар елде бала санына шектеу болғандықтан жақсы тәрбие беруге тырысады. Дегенмен көп қытайлықтар отбасы жағдайларына байланысты балаларын ерте жастан-ақ бөбекжайларға береді. Израильдегі бала тәрбиесіне жүгінетін болсақ, еврейлер отбасында бала тәрбиесі қатаң бақылауда болады. Тәрбие беруде өзіндік ұстанымдар да бар. Мәселен, баланың әлжуаз көп шағым айтуына жол бермейді. Баланың көзінше ақша туралы сөйлеуге де болмайды. Себебі бала танымында маңызды дүние ақша қалыптасып, адамдық қасиеттерден алшақтай түседі деп топшылайды. Еврей отбасында жұбайлар бір-біріне ерекше құрметпен қарайды. Ата-ана арасында сыйлы қатынас болса, бала өзін батыл сезінеді екен. Олар баланы үнемі мақтап жүреді. Бұл оның туыла салғанынан басталады. Тіпті оның ең бірінші салған түкке тұрғысы суреті үшін де мақтап отырады. Кез келген жетістігін барлық туыстарына, достарына хабарлайды. Ал Үндістандағы бала тәрбиесіне келетін болсақ, үндістер балаларын қатаң ұстайды. Оларда ата-ана мен бала арасындағы достық қарым-қатынасты
өте сирек кездестіресіз. Балалар кішкентай кезінен бастап ата-анасының таңдауына, қалауына мойынсұнып өседі. Сондықтан ер жеткенде немесе бой жеткенде әке-шешесі кімді қалайды, сол адаммен бас қосады. Испаниядағы бала тәрбиесіне тоқталатын болсақ, Испанияда баланы еш уақытта қараусыз қалдырмайды, үйде жалғыз тастамайды. 12 жасқа дейін баланы мектепке ертіп апарып, ертіп алып қайтады. Баланың танымы кең болып, мансап жолында ірі жетістіктерге жету жолдарын кішкентайынан құлағына құйып өсіреді. Балаларын өзгелермен салыстыра қарамайды. Отбасын ұлттық құндылықтармен үлкенді сыйлауға баулиды. Швециядағы бала тәрбиесі ерекше. Швед отбасылары балаға сәби кезінен жеке тұлға ретінде қарап, еркін тәрбиелеуге тырысады. Балаларын ұрып соғуға тыйым салынған, тіпті оны қылмыс ретінде санайды. Сондықтан әрбір шведтік бала әке-шешесі өзіне қол жұмсаса, полицияға хабарлауға құқылы. Мұндай кезде ата-аналарға әкімшілік тарапынан жаза қолданылады. Ал Германиядағы бала тәрбиесіне келсек, Германия тәртіптің елі. Бала тәрбиесінде де бірінші орынға тәртіпті қояды. Ал ата-аналар үшін басты орында жауапкершілік. Қазіргі таңда Германия бала туу көрсеткіші бойынша құлдырап бара жатқан елдердің бірі. Себебі жастар көбіне мансап қуып, 30-дан аса 40 жасқа таянғанда үйленеді. Сондай-ақ бірнеше баламен шектелуді жөн санайды. Бүгінде бұл процесті жою мақсатында мемлекет түрлі жобаларды қолға алуда. Балалар біздің ең басты байлығымыз, ал оның асылы оның тәрбиесі. Бүгінгі пайдалы кеңесім кәдеңізге жарасын.